әпке үйіңізге барып бізге шай берсеңіз сізге 20 000 теңге. Менікіне ма? Иә, сіздің үйіңізге. Мен бұл ауылда емес едім. Бұл ауылда тұрмайсыз ба? Қайда тұрасыз? Аққайнар деген ауылдамын. Жалпы өзіңіз не жұмыс жасайсыз әпке? Биржада істеймін. Бір отбасыңыз бар, иә? Аллаға шүкір бар. Қанша бала шағаңыз бар? 4 бала шағам бар. 4 бала шағаңыз. Жолдасым бар. Бір айлық табысыңыз қанша? 89. Бір айлық табысыңыз 89 000 теңге ма сонда? Бұл жақта үй өздеріңіздің ма или қалай? Жоқ, квартира. Күйеуіңіз жұмыс жасай ма сізден бөлек? Жасамайды. Жасамай ма ол кісі? Қазіргі таңда өзім ғана істеп жатырмын үйде. Ол кісі қазір үйде. Енді екінші топ группа мүгедектік беру керек болған ол кісіге. Ала алмай жатыр қой. Сонда сіз қазіргі таңда үйдегі жалғыз асыраушы өзіңіз болып тұрсыз. Сіз ғана жұмыс жасайсыз ба? 89 000 теңгені осынша адамға жеткізіп отырсыз ба? Аллаға шүкір енді. Бала шағам нәсібі шығар. Онда әпке бүйтейікші, дәл қазір сізге бала шағаңызға тәттілер алып, үйіңізге барып, біз шай ішсек қалай? Қарсы емессіз ба? Бізге шай бересіз ба? Жарайды, жүріңіздер. Сізге мына 20 000 теңгені береміз. Жүріңіздер. Жарай ма? Кет. Қарсы емес. Жай бермей Құдай шамаға қарап сынай. Ал міне достар, қымбат әпкеміздің үйіне келдік. Ал әпке, үйге кіреміз онда? Жүріңіздер. Кеттік па? Шайдай қойып, бірге шай ішейік. Жүріңіздер. Жүріңіздер. Вау, қалайсыңдар? Кей қымбат әпке, шайыңызден дәм таттық, керемет. Өзіміздің айтқанымыздай 20 000 теңгемізді табыстайық. Міне әпке, 20 000 теңге сізге бізден сый болсын. Біздің Weathering Uzmanash парақшасына тіркелгенсіз ба негізі? Иә, тіркелгем. Міне достар, біздің парақшамызға тіркелген екенсіз қымбат әпке. Тағы да сізге міне 10 000 теңге сізге тағы мінекей. Общий сізде сонда 30 000 теңге. Көп рахмет әпке. Квартира қанша төлейсіздер сонда мұнда? Ай сайын сол немізді төлейміз ғой. 30 000, 35 000 сондай төлеп отырмыз. Коммуслуганы ғана төлейсіздер ма сонда? А то квартира бесплатно тұрып жатырсыз. Иә, көмек ретінде деді. Жалпы айлығыңыз сонда 89 000 теңге дедіңіз ба? 35 000 теңгесін квартираға төлесеңіз. Қалғанын бала шаға тамағы жетіп жатыр ма әпке? Қарызым бар. Қарыздарыңыз Аллаға бар. шүкір деймін. Жетпейді енді сонда да. Ана нәрсені алсам екен, ана нәрсеге қол жеткізсем екен деген арманыңыз бар ма? Сол үйлі болып қарызым бәрі жабылса деп армандаймын. Қанша қарызыңыз бар вообще сонда? Магазиндерде бар, иә. Қанша қарызыңыз бар магазинде? Қазір істеп не қылып жатқан 50 000 теңгем бар. 60-70 000 қарыз Динара деген кісіде. 100 000 теңге жуық қарызыңыз бар сонда. Сонда. Бүйтейікші әпке, мына видео егерде 3 миллион просмотр жинаса, сізге мынау 30 000-нан бөлек тағы да бұйырса сол 100 000 теңге қарызыңызды жауып береміз әпке. Жарай ма? Мінекей әпкеміз 89 000-мен бір айлық табысымен осындай бүтін бір семьяға әйтеуір асырап жеткізіп отыр ғой иншалла. Қолдау кетулеріңізді сұраймын. Достарыңызға таратыңыздар, әпкемізге бір кішкене болсын жыртығын жамауға көмектесіп жіберейік достар, жарай ма?